Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бұл 3 стақанда жылылық тепе-теңдікте. Мен барлық 3 стақандағы температураны термометр арқылы өлшей аламын, және сіз барлық стақандардағы температураның бірдей екенін байқай аласыз. Мен 3 түрлі термометр пайдалана алар едім, бірақ олар бәрібір барлық 3 стақанда да бірдей температура көрсетеді. Температура материяның іргелі өлшеуші қасиеті. Термодинамикадағы барлық құбылысты сипаттай алатын теория жылылықты, энергияны және олардың заттармен өзара әрекетін сипаттайтын 4 негізгі заңдардың қосындысы болуы мүмкін. Термодинамиканың бірінші, екінші және үшінші заңдары айтарлықтай жақсы белгілі. Әйткенмен, басқа үшеуінің негізінде жатқан 4-ші заң бар. Ол термодинамиканың 3 заңынан кейін жасалған. Бірақ оның маңызды болғаны және бұл заңдарды жақсы негіздегені соншалық термодинамиканың 0-ші заңы деп аталды. Шындығында, термодинамиканың 0-ші заңы бақылау болып саналады. Оның растауынша, егер екі термодинамикалық жүйе үшіншімен жылу тепе-теңдігінде болса, онда олар да бір-бірімен жылылық тепе-теңдігінде деген сөз. Егер мұны математикалық тұрғыда айтар болсақ, егер А С-ға тең болса және Б С-ға тең болса, онда А сондай-ақ Б-ға тең болу керек. Егер барлық осы 3 стакан жылылық тепе-теңдікте болса, онда 3 стаканда да бірдей температура бар деп айтуға болады. Нөлдік заңның негізгі мағынасы осында. Ол бізге температураны материяның өлшеуші және әмбебап қасиеті деп анықтауға мүмкіндік береді. Егер бірдеңені өлшеу керек болса, онда біз өлшеу межесін жасай аламыз. Температурамен байланысты жағдайда тап осы меже жасалған еді. Сәл өзгертілген үлгідегі бірінші температуралық меже бүгінгі күнде де пайдаланылады. Оны Даниэль Габриэль Фаренгейт 1724 жылы жасап шығарды. Швед ғалымы Андерс Цельсий құрметіне аталған өте танымал меже судың қату температурасын меженің 0 градус ретінде қабылдайды. Ал судың қайнау температурасы бұл меже бойынша 100 градус ретінде. Бірақ бізге қажетісі 0 өз еркімен анықталатын емес, шынымен ең төменгі температураны көрсетіп тұратын меже. Барлық әлемнің ғалымдары 0 абсолютті 0 ретінде анықталатын Кельвин межесін пайдаланады. Абсолютті 0-дің анықтамасы термодинамиканың 3-ші заңымен беріледі, және біз бұл туралы біздің басқа бейнеде әңгімелейміз. Белгілі болғаны заттың қасиеті температураның өзгеруіне байланысты өзгеретіндігі. Мысалы, сұйықтықтар жылыту және салқындату кезінде кеңеюі және жиырылуы мүмкін, ал материалдың тоқ өткізгіштігі температураға байланысты өзгеруі мүмкін. Осыған ұқсас, дәстүрлі термометрлер жылудың әсерімен сынап және басқа да сұйықтықтарды кеңейтуді өлшеуші аспап ретінде пайдаланады. Заманауи электронды термометрлер негізінен температураның өзгеруіне байланысты материалдың кедергісінде өзгеретін терморезисторларды қолданады. Температураны өлшеудің тағы бір тәсілі жылуға ден қоюшы камера. Барлық объектілер абсолютті 0-ден жоғары температуралармен өз алдына инфрақызыл сәуле шығарады. Бұл ретте өте ыстық объектілер сәулені үлкен көлемде шығарады. Бұл бізге объектілер тіпті толық қараңғыда көрінетін жылуға ден қоюшы бейнелерді алуға мүмкіндік береді. Егер түрлі температурадағы екі объект бір-бірімен байланысқа түссе, олар жылылық тепе-теңдікке жетуге талпынады. Егер екі объектінің температурасы бір-бірінен қатты айырмашылықта болса, онда термиялық шок ретінде белгілі феноменің салдарынан реакция айтарлықтай күшті болуы мүмкін. Стақанның ысыған ішкі қабырғасы шынының кеңеюіне мәжбүрлейді, бірақ сыртқы қабырғасы әзірше суық болып қалады. Бұл пішіннің өзгеруіне әкеліп соғады және стақанның шынысы сынады. Нөлдік заңның мағынасы бос сөз болып көрінуі мүмкін, бірақ ол температураны анықтауға жол ашады және өз кезегінде барлық қалған 3 заңның әрекетін сандық өлшеуге мүмкіндік береді. Видео Халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.